Сәлем оқырман. Сары майдың бұл қасиетін білсеңіз, күнде жейтін боласыз. Сары май қазақ халқының ежелден келе жатқан ұлттық тағамдарының бірі. Халқымыз сары майдың қасиетін толық білгендіктен күнделікті дастарханнан үзбей қолданып келеді. Құрамындағы пайдалы дәрумендер ми, тіс, сүйекке өте пайдалы. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Сары май сүт майының концентраты болып табылады, ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары. Сары майдың бұл қасиетін өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүрген қыздарға да 30 грамм май артық болмайды. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтардың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда көп кездеседі. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитет жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерін ішінен майлап жөтелді емдеуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Құрамы: сары май минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және К дәрумендерімен қатар ПП, В1, В2, В5 және Д дәрумендерінде кездестіруге болады. Дей тұра, сары майдың құрамындағы май үлесі адам ағзасына қажетті шамадан 2,5 есе көп екендігін ескеру керек. Осы жағдай холестеринге де қатысты. Сары майдың зиянды жағына келетін болсақ, сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, соның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі құрамындағы холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Сондықтан әр тағамды мөлшерімен тұтынған абзал. Әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді. Оған қоса майды аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тағам рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның асқазанындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Сары май адамның иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Сары майдың зияны мен пайдасын бір таразыға басына қойсақ, пайдасы басымырақ екеніне көз жеткізуге болады. Сары майдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиянын тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті рационға 30 грамм сары май қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей, ағзаңыздың сау болуына көмектеседі. Ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып кетіңіз. Ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Достар,